Оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз Visivik Web Builder программасында бізге сайт құруымыз қажет. Бірінші бұл программаны өзіміз компьютерге қондырып алуымыз керек. Ол үшін бірінші Visivik Web Builder сайтына өтіп, Download вкладкасын басып, содан кейін бұл жерде Visivik Web Builder'дің 32 немесе 64 биттік версиясын өзіміздің компьютердегі Windows'қа байланысты скачать етіп қондырып алуымыз қажет. Бұдан кейін Visivik Web Builder программасын ашамыз. Ашқаннан кейін біздер пробный версиясын таңдаймыз. Бұдан кейін осындай бет ашылады. Бұл жерде Visivik Web Builder программасының бірінші үстінде вкладкалары, инструменттер орналасқан. Бұл жерде біздің үстінде. Сол жағында Toolbox бар. Toolbox'та біздің сайтты құру үшін қолданылатын әртүрлі инструменттеріміз, элементтеріміз болады осы бетте. Және біздің сайтты құратын бетіміз мына ортада. Енді бұл бетті құру үшін бірінші мышканың оң жағына, бос жерге мышканың оң жағын басып, свойства страницаға кіреміз. Бұл жерден бізге ең бірінші заголовокқа біз жасайтын сайттың атын беруіміз керек. Мысалы, біздер алып отырған тақырыбымыз тәуелсіздікке 30 жыл деп осындай тақырыпта ашайық. Ең бірінші беттің аты индекс деп болады. Себебі индекс HTML бұл сайт құрғанда ең бірінші құрылатын беттің аты, осылай бұл индекс болып аталу керек. Енді бұл жерде мен ширинасын өзгертем. Бұған 1200 берем. Набор символов UTF-8. UTF-8 бұл кириллицада жасалған әріптерді қабылдайды. Бұл жерде языққа біз қазақ тілін таңдауымызға болады. Қазақ тілін таңдаған деген окейді басамыз. Бұл жерде енді бірінші біздің жұмыс жасайтын бетіміз дайын. Енді бұл бетте жұмыс жасап, сайттың элементтерін құру үшін Toolbox-қа барып, бұл жерден ең бірінші сетканы құруымыз керек. Мысалы, сетка версткеді құрып, осы элементті басып тұрып, бетке апарамыз, сосын жібереміз. Бұл жерде біздің сеткамыз құрылды. Міне сетканың екі бөлімі бар. Енді бұл сетканың қасиеттерін өзгерту үшін мышканың оң жағын сетканың үстінде басып, свойства объектіға кіреміз. Свойства объектіға кірсек, бізде міне 12 бөлікке бөлуімізге болады. Мысалы, добавить етсем, бөлініп 12 бөлікке дейін бөлінеді. Енді удалить етсек, бір-бірлеп кете береді. Маған қазір тек 3 бөлігі керек. Оны 2, 7, 3 ретінде 3 бөлікке бөлемін. Одан кейін менде жасайтын настройкаларыма 30 топ беруім керек. Бірінші 30 топ, үстінен 30 топ 10, астынан 30 топқа 10-ды қоямын. Максимальный ширинаға менде бетім 1200 пиксель болғаннан кейін мына жерге минус 1200 беремін. Минус беретін себебім минус қылмай кәдімгі 1200 құрсақ, онда ол бүкіл бетке дейін созылып кетеді. Енді бұл жерде біз система сетки таңдап, бұл жерде Flexbox аламыз, яғни гибкий ретінде. Одан кейін біз Flexbox таңдағаннан кейін бізге вертикальныйдың параметрлерін ашуымызға болады. Вертикальныйға middle қоямыз. Middle деген ол ортасы. Одан кейін окейді басамыз. Енді бұл сетканың түсін өзгертумен болады. Ол үшін қайтадан мышканың оң жағына свойства объектіға кіремін. Одан кейін стиль вкладкасына басып, осы жерде фонды өзгертумен болады. Фондға транспаrenттен алып режимін solidқа өзгертем. Одан кейін осы жерден бір түсті таңдауыма болады. Мысалы, мына цветті алып, окейді бассам, бұл жерде біз бірінші сайттың шапкасын жасап отырмыз. Енді сеткіге бөлген 3 бөлікке элементтерді Toolbox-тан элементтерді алып құруымызға болады. Мысалы, ең бірінші бөлігіне мен сурет қоюым керек. Ол үшін мен изображениеге барып, изображениеден таңдап барып, осы жерге апарып қоямын. Бұл жерге қойған кезде менде папкалары ашылып, мен сурет таңдауым керек. Мен бұл жерде дайындап қойған
логотип белгісін таңдаймын. Логотип белгісін таңдадым. Міне бірінші сетканың бірінші бөлігіне менің логотипім түсті. Одан кейін екінші бөлігіне мен меню салуым керек. Меню салу үшін мен бұл жерден навигацияның ішінен әртүрлі менюлер бар, таңдауға болады. Мен бұл жерден адаптивный менюді таңдаймын. Бұл менюді алып барып, осы жерге сетканың екінші бөлігіне апарып жіберемін. Енді бұл менюді өзгертуіме болады. Ұзарта аламын, былай өзгерте аламын. Енді бұл менюді өзімнің ыңғайыма қалай өзгерту үшін мышканың оң жағына басып свойства объектісіне кіремін. Одан кейін бұл жерде бұл беттер маған керек емес. Мен өзімнің беттерімді құру үшін бірінші мына артық беттерді кетіріп тастауым қажет. Бәрін кетіргеннен кейін окейді бассам, менюде ешқандай элемент жоқ болады. Енді бұл элементтерді қосу үшін қайтадан свойства объектіге кіріп, менюге добавить етіп элементтер құруға болады. Мысалы, ең бірінші элементке менюдегі негізгі бетті қоямын. Негізгі бетті таңдағаннан кейін страницада ссылкасын қоюым керек. Ол үшін выборды басып, ең бірінші индексті таңдаймын. Яғни индекс деген ол сайттың ең алғашқы беті. Енді бұдан кейін окейді басамын. Окей басқаннан кейін тағы да менюге үш элемент қосуым керек. Ол үшін тағы да добавить басып екінші элементтің қосамын. Мысалы, екінші элементіне жаңалықтар деген элемент қоссам болады. Окейді бассам, бұл элемент қосылады. Одан кейін үшінші элементтің қосамын. Мысалы, блог, пікірлер элементін қосайын. Сайтқа кірген адамдар өздерінің пікірлерін қалдыра білу керек. Енді одан кейін төртінші элементке байланыс деген элементті қосамын. Бұл жерге байланыс нөмірлерін, бізбен байланысуға болатын ақпараттарды енгізуге болады. Окейді басып, енді окейді бассам, міне элементке менюге төрт түрлі элементтің қосылды. Енді бұл элементтердің тағы да настройкасын жасау үшін мышканың оң жағына басып свойства объектіге барамын. Одан кейін стильге барып, размер иконкаға 0-ді беремін. Одан кейін қалған заттарды өзгертпесем де болады. Тек окейді басуыма болады. Енді бұдан кейін мен менюді ортаға қою үшін бірінші бұл сеткіде менің жасаған үш бөлігі бар сетканың свойствасын, қасиеттерін өзгертуім керек. Бұл үшін мышканың оң жағын басып, свойства объектіге барамын. Одан кейін стильге, общийда міне вертикальный деп тұрған жерде бізде топ деп тұр. Оны middleге қоямыз. Middleге қойып, окейді бассам, біздің жасаған элементіміз ортаға қарай түседі. Енді үшінші элементіне біз телефон нөмірін қоюымызға болады. Ол үшін toolbox'тың ішінен текст элементін алып, үшінші бөлікке апарамыз. Бұл жерде double click to edit деген бұл жерге екі рет бассақ, бұл жерде мәтінді өзгерте аламыз. Енді бұл жерге, мысалы, телефон нөмірді жазып кетуімізге болады. Байланыс телефон нөмірін жазғаннан кейін, бұл біздің шрифтіміз көріп тұрғандай кішкентай. Бұны үлкейту үшін үстіндегі көріп тұрғандай бірінші қалыңдатамын. Одан кейін оның шрифтін үлкейтуіме болады. Мысалы 14. Бұл жерде көріп тұрғандай Microsoft Word секілді қиып алуға, көшіруіме, әріптерді өзгертуіме, кішірейтуіме болады. Енді бұл бетті сайтта ашып көру үшін, мысалы, F5 кнопкасын басамын. F5 кнопкасын басқан кезде бұл бетіміз браузерде ашылады. Міне, көріп тұрғаныңыздай меню кнопкаларымыз бетіне апарсақ жанады. Біздің логотипіміз шығып тұр, және нөміріміз шығып тұр. Бұл жерде біз бірінші сайттың шапкасын жасадық. Енді оның ақпарат қосатын беттерін қосуымыз қажет. Ол үшін біз сетканы тағы да сеткалар керек. Сетканы мышканы апарып, мышканың оң жағын басып, копироватты басып, астына бос жерге апарып қоюымызға болады. Ставить несімен. Одан кейін бұл жерде маған сетканың екі бөлігі керек. Бұл жерде ақпараттарды өзгерту үшін бірінші кетіріп тастаймыз.
Одан кейін мышканың оң жағын басып, свойства объектіға кіріп, бұл жерде 3 бөліктің біреуін кетіріп тастаймын. Енді маған 2 бөлік қажет. Мысалы, екеуін бірдей қылып қояйын, сосын окейді басайын. Енді бұл жерде 2 бөліктің біріншісіне мен сурет қоямын. Ол үшін Toolbox-тан изображениені осы бірінші бөлігіне апарып қоямын. Және бұл жерде дайындаған суреттердің біреуін таңдаймын. Ал екінші бөлігіне мен жазуым қоюым керек. Жазу қою үшін Toolbox-тан текст элементін алып, осы екінші бөлікке апарамын. Енді бұл жерге қосатын ақпаратты мен интернеттен алайын. Ол үшін тәуелсіздік жайлы жазылған интернеттен, мысалы, Егемен Қазақстан газетінен ақпарат алғым келеді. Ол үшін мен, мысалы, Бағдар Белес деген бағытты алып, осы ақпаратты көшіріп алайын. Енді дабл клик дегенге 2 рет басып, бұл жердегі ақпаратта өзімнің алған ақпаратымды қоюыма болады. Мышканың оң жағын басып, вставить бассам, менің көшірген ақпаратым осы жерге түседі. Енді бұл жерде шрифттардың бәрін өзгерту дәл Word секілді. Мысалы, шрифттің түрін Times New Roman қойсам болады, размерін 12-ге қоюыма болады, және Бағдар Белес деген тақырыбын қалыңдатып қоюыма болады. Содан кейін дәл осындай сетканы көшіріп алуыма болады, мышканың оң жағын басып. Копировать басып, астына бос жерге тағы да осындай бөлік қосамын. Бірақ бұл жерде мен енді суретпен текстің орнын ауыстыруыма болады. Яғни суретті алып мына бетке қоямын, ал оң жақтағы жазуды алып сол жақ бөлігіне қоямын. Енді бұл жерде суреттерді өзгертуге болады. Енді әріппен бұл жерде жазуды өзгерту үшін 2 рет бассам, бұл жазуды өзгерте аламын. Енді сайтқа барып, тағы бір бөлімін алайын, мысалы, таным мен тағылым. Осы алған затымды көшіріп алып, осы жерге қоюыма болады. Мысалы, вставить етіп қоямын. Енді одан кейін аты затты кетіріп, қайтадан бұл жерде өзгертіп, қалыңдатпай жұқа қылмауға қайтадан. Енді мына суретті кетіріп, орнына изображение элементін апарып, басқа суретті қоюыма болады. Бұл жерде бізде бұны қарау үшін браузерде F5-ті басамыз. F5-ті бассақ, міне жасаған сайтымыз көрінеді. Логотипіміз, менюіміз, салған телефон нөмір және осы бетке құрған ақпараттарымыз көрініп тұр. Енді келесі бұл сетканы тағы да көшіріп алып, астына қосуымызға болады. Мышканың оң жағын басып, көшіріп алып, астына қоямыз. Бұл жерде ақпараттарды кетіп ұстамызға болады. Себебі бұл жерде сурет емес, слайд құрғым келеді. Ол үшін бұл жерде сетканы свойствосына кіріп, артық элементтерді қалып, тек бір төр блок қалдырамын. Бұл блокқа слайд құру үшін Toolbox-қа барып, бұл жерде slideshow элементін таңдап алуыма болады. Изображение бөлімінің ішінде slideshow бар. Осы slideshow'ды алып, осы соңға қосқан блокқа қоя аламын. Бұл жерде slideshow жұмыс жасау үшін оған суреттер қажет. Мен фото деген папка ашып, ішіне 3 сурет дайындап қойғанмын. Осы 3 суретті алып, открыть бассам, slideshowға осы үшеуі түседі. Және бұл жерде slideshow'ды сеттерін өзгертемін. Ол үшін slideshow'дың үстіне мышканы апарып, мышканың оң жағын басып, свойства объектіға кіремін. Свойства объектіға кіріп, мысалы, стильге кіріп, бұл жерде навигация деген жерге разрешить навигационный кнопканы басып, окейді басамын. Сол кезде слайдтың суреттерін өзгерте алатындай навигациялық кнопкалар түседі. Және бұл слайдшоу көріп тұрғаныңыздай сол жақта тұр. Оны ортаға қою үшін осы блоктың үстіне барып, мышканың оң жағын басып, свойства объектіға кіремін. Және осы жерде
вертикальный, горизонтальный деп тұрған жерде бізде left деген сол жақ, центр оң ортасы, right деген оң жақ. Центрді таңдап көкейді басамын. Сол кезде менің слайд-шоу элементім ортаға түседі. Енді F5-ті бассам, браузерде осы бетіміз ашылады. Бетіміз ашылғанда біз бұл жерде барлық қосайын деген элементтеріміз бар. Біздің бұл жерде логотипіміз бар, меню беттеріміз бар, және телефон нөміріміз бар. Одан кейін біздер бұл жерде әртүрлі блокқа құрастырып, блоктарға ақпарат салдық, сурет салдық қасына. Екінші осындай блокты көшіріп, ол жерге де ақпарат салып, қасына суретті салдық. Және одан кейін үшінші блокты астына қосып, ол жерге біз слайд-шоу құрастырдық. Слайд-шоудың қасиетіне біз 3 секунд сайын суретті өзгертуді қойдық. Біздің бұл жерге қосқан 3 суретіміз кезекпен кезек 3 секунд сайын ауысып тұр. Жалпы Vidivik Web Builder программасы осылай оңай сайт құру үшін арналған программа болып саналады. Енді Vidivik Web программасын осылай құрастырғаннан кейін Toolbox элементтерінің арқасында біз көптеген айырмашылықтарын жасай аламыз. Әртүрлі элементтерді қоса аламыз. Бұл элементтер осы программа сайт құру жайлы көп хабар жоқ адамдарға да құру үшін өте ыңғайлы. Бұл жерде стандартный ішінде неше түрлі элементтеріміз бар. Закладкамыз, курсорымыз, таблица, текст, бегущий текст бәрін құруымызға болады. Қарапайым сайтты осы программада осылай оңай құруымызға болады. Жалпы осы Vidivik деген ол what you see is what you get, яғни сен не көрсең, соны аласың деген мағынаны білдіреді. Бұл Vidivik программалары осылай визуалды түрде адамға оңай қабылдау үшін жасалған программалар. Енді осы программаны компьютерге қондырып, осылай қарапайым сайт құру сіздердің міндеттеріңіз. Рахмет. Осымен бүгінгі сабақты осылай түсіндіріп шықтым. Осы программаны сіздерге. Рахмет, Ғалымжан. Бүгінгі енді оқушыларға тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Жалпы Vidivik редакторлар ол сайт құруға арналған өте оңай редакторлардың бірі. Жаңа айтылып кетті. Не көрсең, соны аласың. Сіз көріп отқан, жасап отқан контентіңізді дәл солай браузерде дәл сондай алып көресіз. Ол жерде ешқандай HTML тілі немесе CSS тілдерін қосып керек емес. Сайт жасаудың оңай жолының бірі. Тапсырманы орындау өте түсінікті түсіндірілді деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы 8 маусымға дейін осы сарапшылармен сіздер байланыста болып, осы жұмыстарды орындайсыздар. Бүгінгі сарапшымызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақтары жоқ сияқты. Кабира Кадырбековна кіріп қайтан шығып кетті. Болды, енді аяқтай